Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналымның оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Енді өте дәмді әрі ажурный болып шығатын құймақ жасайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына шейін болыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызды алып, 1 шай қасық тұзымызды саламыз және оның үстіне 4 ас қасық қантымызды саламыз. Дәміне қарай тәттіні жақсы көрсеңіздер, көбейте бересіздер. Қант пен тұзымызды салып болған соң 4 жұмыртқамызды жарып саламыз. Жұмыртқамызды салып, сұйық масса болғанша жақсылап барлығын араластырып аламыз. Жұмыртқамыздың барлығын жақсылап араластырып болған соң үстіне жылы сүтімізді құямыз. Міндетті түрде жылы сүт болу керек, қатты ыстықта болмау керек, жұмыртқамыз пісіп кетеді. Сүтімізді құйып болған соң електен ұнымызды өткізіп салып, түйіршік қалдырмай жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң ыстық қайнап тұрған 1 пиала суымызды құямыз. Оның үстіне 100 мг, 150 мг сұйық майымызды қойып жақсылап араластырамыз. Міне біздің құймағымыздың массасы осындай болып шығады. Енді табамызды қыздырып, үстіне щетканың көмегімен көп қылмай азырақ қылып майымызды жағамыз. Майымызды бір рет қана жағамыз, одан кейінгісінде керек емес. Майымызды жағып болған соң үстіне құймағымызды құйып, кезекпен асты үсті қызарғанша пісіріп аламыз. Не көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып, ажурный болып шығады. Келесі безіне де ауыстырып, барлығын кезек-кезек пісіре береміз. Міне біздің құймақтарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай ажурный болып, тесік-тесік болып шықты. Жұмсақ болып. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Күн сайын түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Мен дайын болған құймақтарымды ортасына бөліп, осылай үстіне қойытылған, яғни сгущенка сеуіп ұсындым. Сіздер өз қалауларыңызша бере бересіздер. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.